Баршаңызға сәлем, Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода гүлден атросканы қалай аламыз, және де қай уақытта алған дұрыс, және оны тез тамырлату әдісін көрсеткелі отырмын. Мен бұған дейін де осы гүлдердің атроскасын қалай тез тамырлатсақ болады, не істесек жылдам тамырлайды, және қиын тамырлайтын гүлдерге де видео салған болатынмын. Дәл сол видеолардың барлығын ашып көрсеңіздер, біраз нәрсе түсінетін боласыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк бас, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Көптеген пайдалы видеолар бар, ашып көрсеңіздер болады. Ал енді бізде атросканы қалай аламыз? Атросканы негізінде осындай мынандай жуан сабақтардан алсаңыздар, олар өте қиын тамырлайды. Тамырлауы да мүмкін, тамырламай қалу да мүмкін. Сол себептен бұлар қанша дегенмен жуан болғаннан кейін жаңағындай ғой, ең аналық өзегі болғандықтан, көп жыл тұрғандықтан, бұда өте не болады, қабықтары қатты болады, және тамырлауы өте қиын болады. Қандай гүл болмасын, сондай болады. Ал енді тез тамырлайтын, оңай тамырлайтын гүлдерге қатысы жоқ бірақ. Ал енді біз негізі атроска алған кезде осындай кішкентайынан алсақ, біз оны кішкентайынан, өзі атроска деген осындай кішкентай болады, жас болу керек және кішкентай болу керек. Осыдан осындай кішкентай жіңішке, жаңадан өскен жас сабақтарынан алатын болсақ, олар өте тез, жылдам тамырлайды, және сіздің жаңағы қандай неге аураға үйретсеңіз де, қандай күннің астына қоясыз ба, не болмаса жарықтан алыстау қоясыз ба, не болмаса жаңағы күніге орнын ауыстырасыз ба, не болмаса бөлмеден бөлмеге жаңағы ондай нәрселердің қалай үйретсеңіз солай үйреніп кетеді. Тез үйренеді. Себебі бұлар мінекей осындай жас, кішкентай болғандықтан сіздің өз қалауыңызша жаңағыдай тәрбиелеп алсаңыз болады, былайша айтқанда. Мінекей осындай балапаншаларын жаңағы күннің көзіне қаратып қойып, өз қалауыңызша өсіріп, өз қалауыңызша тәрбиелеп алсаңыз болады. Ал енді мынау жуан және үлкен болып қалған осындай сабақтар, бұлар оңай тамырламайды, және тамырлауы мүмкін, бірақ қиын тамырлайды, және де тамырламай қалу да мүмкін, шіріп кетуі де мүмкін да. Өте қандай десем, рискованный, тағы орысша сөйледің деп ұрсатын болдыңыздар ғой. Сондай енді рискованный нәрсе, ләж болса ондай нәрседен алмағандарыңыз дұрыс. Осындай жіңішке сабақтарынан алсаңыздар болады. Неге мен бұл гүлден қазір сіздерге атроска алып, кәдімгідей жеңіл тамырлату әдісін көрсеткелі отырмын? Себебі бұл гүл гүлдеп тұр, Гүл гүлдеп тұрған кезде ләж болса оны тиіспеген дұрыс. Гүлдеп болғаннан кейін атроска аласыз ба, топырағын ауыстырасыз ба, ол жағын солай жасаған дұрыс та негізінде. Көп гүлдер гүлдеп тұрған кезде тиіскенді, орнын ауыстырғанды, жаңағы сквознякты ұнатпайды. Ал енді бізде бұл молодая миля онша стресске түсе бермейді. Қанша гүлдеп тұрса да өте барлық жаңағыдай нәрселерді жақсы көтереді. Ешқандай көп стресске түсе бермейді. Сол себептен мен осы гүлден сіздерге жаңағы атроска алып, қалай тамырлату әдісін түсірмекшімін. Жаңа айтып өттім ғой, гүлдеп тұрған гүлдерден атроска алмаңыздар. Себебі сіз бұяқтағы гүлге зиян келтіресіз, үлкен гүлге. Және гүлдеп тұрған кезде пересадка жасауға болмайды кейбір гүлдерді. Негізі стресске қатты түсетін гүлдер болады, стресске онша қатты түспейтін гүлдер болады. Ал енді қазір молодая миляның менің каналымда қалай атроска аламыз, оны қалай тамырлатамыз, барлық несін айтқан болатынмын. Қазір де қысқаша айтып өтемін. Негізі мен осы алояның кәдімгі осындай суығы арқылы қалай жылдам тамырлату керектігі туралы видео түсіремін деп бір сөзімде айтқан болатынмын. Осы видеоларым ішінде біреуінде айтқам негізінде. Ал енді сіздерге қазір соны көрсетемін. Негізінде қандай атроска алмасаңыз, оны кесіп алар кезде бүйтіп сындырып алсаңыз, ол сіздің жаңағы атросканың тамырлайтын жеріне зақым келеді. Сөйтіп ол жер шіріп кетуі мүмкін, және жаңағыдай дұрыс тамырламай қалуы мүмкін. Негізінде өткір нәрсе болса өте жақсы болады, және жаңағы тамырлауына да өте жақсы болады. Өткір нәрсемен кесу керек. Егер де сіз өткір нәрсемен кеспесеңіз, мына тұрған өзегі мыжылып кетеді. Өткір емес нәрсемен бұны қыссаңыз, мына жер кәдімгідей соғы шығып мыжылып кетеді. Одан кейін оны сіз суға саласыз, или болмаса топыраққа тамырлатасыз. Сөйтіп мына мыжылған жер шіриді. Сол үшін мен ортасына қарай екеуі бір-біріне айқасып тұр екен. Тура осы айқасып тұрғанның осы біреуін қазір осымен кесіп аламын. Өткір нәрсемен кескен жақсы, тез тамырлайды, және өзегіне ешқандай зиян келмей оңай кесіледі. Мінекей. Қазір мына гүлді сәл ары қояйын, міне. Қазір осылай кесілді. Енді біз не істейміз? Бұны кішкене жан-жаннан, молодая милияларды мұндай жан-жандарынан тазалау керек. Қабықтарын алып тастау керек. Сол кезде
жаңағы жақсы тез тамырлайды және жан-жанынан тамыры көп болып, камерам бұлдырап кетті ғой, енді тамыры көп болып шығады. Міне осылай карандаш секілді ашып аласыздар. Өткір нәрсемен жасау керек. Міне әдемілеп ашып алдық. Негізінде молочай миляны тамырлататын кезде бұлар көбінше топыраққа тамырлайды, суға тамырламайды, себебі стол шіріп кетеді суға салсаңыздар. Ал енді біз бұны топыраққа тықпас бұрын 2 күн, 3 күн мынаны кептіруіміз керек та. Бұл еш нәрсе қылмайды, одан өліп қалмайды. Мен өзім істеп көргем, талай рет көбейтіп көргем. Жаңағы жоқ дегенде 2 күн кептіру керек. Осы нені кескен жерде осы алған атросканың түбін 2 күн кептіру керек. Ал бізде қазір менде уақыт аз. Мынаны ұшын қазір жақсылап сүртіп алайын. Мінекей. Сіздерге бүгін осы видеода жаңағы жылдам тамырлату әдісін көрсетемін дедім ғой, енді соны до конца көрсетейін. Мына жерде қазір мен суының бәрін, согының бәрін сүртіп алдым. Енді біз бұның мынау гүлдерін алып тастаймыз. Гүл деген бұл атросканың тамырлауына артық күш болады да. Сол себептен ләж болса гүлі бар болса, егерде алып тастай салған дұрыс. Қандай атроска болса да. Енді бізге мынандай кәдімгідей алоя гүлінің, кәдімгі алояның осындай ғана сабағы керек. Осыған, осында ішіндегі жылтырап тұрған суын көріп тұрсыздар ғой. Осыған кәдімгідей осы мына нені алған атроскамызды тығамыз. Бұл көп гүлдерге жарайды. Әсіресе суда, топырақта тамырлайтын гүлдердің барлығына жарай береді. Кейін болашақта жақсы тамырлап жатса, мен сіздерге осының жаңағы отчетін көрсететін боламын. Енді осыны кәдімгідей осындай, мен қазір прозрачный ыдысқа егейін деп отырмын, себебі прозрачный ыдыстан тамыр жақсы көрінеді. Қайта-қайта гүлді тамыр көрсету үшін мен гүлді топырақтан алып жүрмейтін боламын ертең. Астын осындай тесіп аласыздар. Кейбір гүлдерге жаңағы парник жасауға тура келеді, себебі олар тамырлағанша мына жапырақтары солып қалады. Ал кейбір онша қатты стресске түспейтін гүлдер бір қалыпты тұра береді. Ешқандай да жаңағыдай парникті қажет етпейді, былайша айтқанда. Егерде гүлдің жапырағы солып, сарғайып түсіп жатса, онда оған жаңағы топырақты ылғал қылып, су шашып бетіне пакетпен сондай жабық түрде ауа кірмейтіндей қылып парник жасап қою керек. Сөйтіп 2 аптада бір тексеріп көріп тұру керек. Мінекей жаңағы стаканыма топырақты салып алдым. Енді осыған мынау немізді енгіземіз. Атроскамызды енгіземіз. Прямо осы алоясымен бірге енгіземіз. Алояның құрамында гүлдердің өсуіне, жаңағы жақсы тез тамырлауына жауап беретін сондай керекті дәрумен бар, стимулятор бар құрамында. Сол себептен өздеріңізде қазір интернеттің дамыған заманы ғой, енді көп нелерден, инстаграмнан, сондай нелерден көретін шығарсыздар. Жаңағы шетелдің адамдары осындай тәсілдерді көп пайдаланады. Әсіресе гүлдерді, не болмаса жаңағы жеміс-жидектерді бір-біріменен будандастырған кезде. Мінекей дәл осылай даққа ғана көміп қоямыз. Енді осы тамырлаған кезде сіздерге отчет саламын, видео көрсететін боламын. Дәл осы видеоны естеріңізге түсіріп, отчет видео салатын боламын. Тамырлатудың өте тәсілдері өте көп, тез тамырлатудың. Негізі соның ішінде кәдімгі карнивиннен де жақсы әсер ететін осы алояның согы. Әрине менде қазір бірақ алоя болғандықтан, оны мен қайта-қайта енді жапырағын кесе бермеймін, бірақ негізінде өзім былай жай ғана суға, жай ғана топыраққа тамырлата бермеймін. Мен оны тамырлату үшін қайта-қайта алоя гүлді кеспеймін. Бірақ енді сіздерде осындай тамырламай жатқан, қиын тамырлап жатқан гүлдеріңіз бар болса, дәл осы тәсілді пайдалансаңыздар болады. Әрине кескен атросканы 1-2 сағат кептіру керек. Ол кеппесе шіріп кетеді. Сол үшін кескеннен кейін жоқ дегенде 1-2 сағат қойып қойыңыз. Басқа тірліктеріңізді істеп келгенше ол кебеді. Кепкеннен кейін дәл осы әдісті пайдаланып топыраққа салып қойыңыз. Сөйтіп, мынау топырақтың ішіне, мынау ыдыс кішкентай болғандықтан бұған шылғылдатып су құюдың қажеті жоқ. Кәдімгідей тамшылатып құйсаңыздар болады, не болмаса ас қасықпенен айландыра су құйып шықсаңыздар болады. Ылғал үнемі сақталып тұру керек топырақта. Топырағы ылғал болып тұру керек, кеуіп қалмау керек. Кеуіп қалса тамырламай қалады. Біздің тамырымыздың дамуы үшін ылғал керек топыраққа. Үнемі намданып тұру керек. Соны тексеріп тұрыңыздар. Жаңа айттым ғой, стресске қатты ұшырайтын гүлдер парник жасап тамырлатсаңыздар болады. Ал бұндай стресске ұшырамайтын, өздігінен жақсы тамырлай беретін гүлдерге қатты жаңағы парник жасап әспеттеудің қажеті жоқ. Жарыққа қойсаңыздар болды. Мінекей осы алояны пайдаланып, қиын тамырлайтын, мүлдем тамырлатамай жүрсеңіздер, қайта-қайта шіріп кетіп, не болмаса басқа да нәрселер болып жатқан гүлдеріңіз болса, дәл осы
алояның согын не болмаса жапырағын пайдалансаңыздар болады. Мінекей, бүгінгі видео пайдалы болса, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар.